Сәлем достар, қазақ тілі әлемдегі ең бай тілдердің бірі. Әйгілі орыс шығыстанушысы этнограф Василий Радловтың айтуынша, әлемдегі ең ұлы үш тіл қазақ, орыс және француз тілдері. Сонымен қатар, түркі тілдерін зерттеуші беделді ғалымдар Янушкевич, Брем және Маловтардың зерттеуінше, қазақ тілінде 2,5 миллионнан астам сөз бар екен. Бұл орыс, эстон және фламанд тілдерінің сөздерін қоса есептегеннен де көп дейді бір ауыздан үш ғалым. Согласно исследованиям FSI, что является Институтом зарубежной службы, русский язык считается одним из самых сложных языков в мире. Использование кириллицы и свободное ударение делает его очень трудным для иностранцев. Это для нас, для жителей СНГ, русский язык кажется легким. Today, English is the language of the economy, technology, and entertainment. For any country or individual striving for success, English is the key. On top of that, English is practical, versatile, and relatively easy to learn. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nurjan et je parle français. Si vous voulez parler français aussi bien que moi, je suis là pour vous aider. Le français est une langue belle et riche en culture. Apprenez, parlez et vivez en français.